Достар, біз жарыс болатын мектепке келдік. Space School деген мектеп. Қазір регистрация өтеміз, сосын ашылуы. Содан кейін емтихан басталады уже. Бізге сәттілік тілеп қойыңыздар. Мына мектептің ішін қараңыздар, қандай әдемі сәндеген. Есіктердің барлығы үлкен әйнектен тұрады. Осылай сырттан балалардың не істеп жатқанын көруге болады екен. Әр сынып өзінің сыныбын ғарыш тақырыбында сәндейді екен. Қараңыздар, безендірген қандай әдемі. Мұғалім ойлап тапқан, терезенің алдында тұрған, ол 7 майға ұлдардың сыйлығы екен. Ал мына жерде қараңыздар, есікке жапсырып қойған әр баланың өзінің кітап қоятын шкафы бар. Соған ішіне алтын тастар, diamonds бар ғой, сонда жинайды екен, бриллианттар жинайды екен. Әр дұрыс жауап бергені үшін. Жарыс басталғанша сіздерге мектепті көрсетіп шығайын. Мынау сыныптар. Қараңыздар, жасаған жұмыстар. Мынандай коридорда локерлар тұрады. Мына жерде мынандай сырғанақ бар. Осы мен сырғанақ түседі екінші этаждан. Балалардың жасаған жұмыстары. Әр сыныптың осындай өздерінің бұрыштары бар. Әр сыныптың сыртында және ішінде бөлек-бөлек локерлар бар. Іштегісі кітаптарға, сырттағысы сырт киім, аяқ киімге арналған. Екінші қабат. Тепшектердің өзін қараңыздарына для безопасности мынандай сеткалар қойып тастапты, балалар құлап кетпесін деп. Атриум сияқты біз Назарбаев университетіндегі. Өте әдемі. Мұнда туалеттің бірнеше түрі бар. Ұлдарға, қыздарға, бірінші сыныптар мен екінші сыныптарға арналған және жоғарғы сыныптарға арналған, үлкен ересектерге арналған деп бірнеше түрге бөлінеді. Мынау бірінші және екінші сыныптарға арналған әжетхананың түрі. Ішінде ағаштан жасалған, өздерінің бойына шақтап жасалған. Саған бутылка толтыратын жерді көрсетем. Ананы көрдің бе? Темір. Ол жерге өзің бутылкыңды әкелесің да, мына жерден толтырып аласың. Ой-бай. Күшті ма? Жақындатпа қолыңды, ағады. Күшті ма? Сіздерге по секрету айтайын, бұл жерде оқу жылына шамамен 4 миллион деді. Оған кружоктар және развозка кірмейді. Бұл өте жоғары баға. Мына жер кітапхана, қараңыздар қандай кең, әдемі. Бұл мектептің басты ерекшелігі A-level деген сертификат беріледі. Бұл сертификат басқа шетелдің кез келген университетіне түсуге мүмкіндік береді. Ваши классы, потому что в старших классах уже нет предмета музыки, как инструментал, так и вокал. Изучаются различные, занимаются дополнительно наши здесь учителя. Әрқайсысы жеке отырып оқи алады, сабақ, кітап. Зарядка, Wi-Fi, бәрі-бір. Кітап оқиды екен осы жерде тұрып. Группы могут работать как раз здесь, они группы собираются и после уроков делают свои проекты. Обожаю смотреть, как они делают свои проекты, ругаются, но так потом замечательно получается. Здесь у нас получается тоже библиотека, но походу книги разобрали уже. Бұл мектепте барлық сабақтар ағылшын тілінде өтіледі екен. Ал мынау конференциялда келген қонақтар, студенттер, президенттер өздері жиналып, жиналыстар өткізеді, мәжілістер өткізеді екен. Осындай мәжіліс залы. Лифт в школе. Жылда тамыз айында бұл мектепке грант ойнатылады. Тесттен жоғарғы балл жинаған бір балаға тегін оқуға грант беріледі. Анау тұрған сырғанақ, қазір мен содан сырғанап бірінші этажға түсіп көрейін ба? Қорқып отыр. Ойбай, бисмилля. Мама.
Bismillah. Капец. Коркунучтуу. Жива. Свои уборные, потому что в основном здесь занимаются начальные классы. Раньше здесь или пили, по-моему. Есть, все-таки есть, да, у нас, гончарные станки. Вот. То есть занимаются и веткой, и рисованием. Бұл қолөнер бөлмесі, бұл бөлмеде қымыра жасайды, сурет салады, және бұл бөлменің өзінің әжетханасы бар екен. Қолдарын жуып, жаңа бастауыш сыныптар болғасын шыдай алмайды тезірек кіру үшін. Ал біздің жарысымыз басталды. Бізге сәттілік тілеп қойыңыздар, достар. Шымкент қаласының туын желбіретіп келіп отырмыз. Астана қаласына, барлық қалалардың арасынан бірінші орын алсақ, Әзербайжан қаласындағы, еліндегі Баку қаласына жолдама алатын боламыз.